150 адам солар якобы түсініп отыр, қалғандар вообще ештеңе түсініп отқан жоқ. Мына сабақ өтіп жатыр екен, ой тұрмай. Бәрі платный курс ашып алған, менен басқасын бәрі. Ана бөлмеге кіріп қалсам, бір телеэфирді қосып қойып, платный сабақ өтіп отыр ғой. Ұрып, андай деген болады, мындай деген болады деп. Қайталап жібересіз ба дейді. Бірінші, даланың қараңғылығы, күн батқаннан кейін орнайтын қараңғылық, ол да қауіп қатер дейді. Түнде жүрмейсің ғой сен дейді. Екінші, қабірдің қараңғылығы дейді. Үшіншісі, жүректің көздің соқыр болуы, көңілді қараңғылық. Жағымдар қызып қалып жатыр. Так, сонымен құлаудың прототипі универсал манифестацияның процесі дейді. Универсал манифестация деген барлық жерде бірдей көріну. Так, сіздің эфирге ғана бесплатно бедное мышление дейді. Менде мышлением дамымай қалған, ана баяғыда кезінде ақшам болмадықтағына осында богатое мышлениені үйрететін коучтардың сабағына қатысып қалдым. Сонда менде бедное мышление. Әйтпесе солар айтты маған, неғұрлым мына эфирінің бағасын қымбат қылып қойсаң, сонда қадірің болады ше деп. Ақымақпыз ғой. Бедное мышление үстемдік қылып тұр. Тоже қараңғылық. Манифестация, проекция, жаттану деген идеялар өзімен бірге регрессия, реинтеграция, оралу, апокатастасис дегенді де білдіреді дейді. Яғни сен манифестация, яғни жарыққа шығу, проекция жасау деген идеялар дейді. Ол уже регресс, артқа қарай шегіну, реинтеграция, қайтадан бірігу, шыққан нүктесіне қайта оралу деген идеялармен қоса жүреді. Яғни бір нәрсе шықса, лағып басқа жаққа кетіп қалмайды деген ғой. Қайтып өзінің шыққан исходный положение қайтып келеді деген ғой. Так, эфирді сақтамаймын, өшіп тастаймын. Кімге нәсіп болады? Сол тыңдайды. Кім құлағын түреді? Әуәл қассамға инна фи залика ла зикр лиман кана лаху қалбун әуәл қассамға ва хуа шахид дейді ғой. Бұның ішінде кімдерге пайда бар деген кезде бұндай әңгімені кімнің жүрегіндегі пейілі ниеті түзу тұр. Екіншісі әуәл қассамға құлағын осы әңгімеге түріп дұрыс позицияда отырып тыңдайтын болса, яғни сөз түзелді тыңдаушы сенде түзел дегендей ішкі дүниесінен. Уахуа шахид, және осыған ынты-шынтысымен, ішісімен күшінен берілетін болса, олар бұдан үлес алады, пай алады. Ал енді әрбір сөзімізден қисықты іздеп, түзегісіге бүйтіп қыршаңқыланып отыратын адамдарға I am terribly sorry. Сіздерге просто не только что бұдан бір үлес алған, тіпті басыңызға бәле тілеп алуыңыз мүмкін. Осындай ғұламалардың рухани әңгімесіне құрметсіздік көрсеткеніңіз үшін басқа бір жақтан, бір ғайыптан бір шапалақ келуі мүмкін. Гарантия бере алмаймын, бірақ көбіне оқиға осылай өрбейді. Так, материалистер неше жерден әбжіл қимылдап, нәзік сөздер қолданып, материя жайлы ескі дәстүрлі түсініктерді ертіп жіберуге қанша жерден тырысса да, бір нүктеде олар бәрібір қателеседі дейді. Яғни материалистер қанша жерден әбжіл қимылдап, уже олар да жандай хитрыстарды меңгеріп жатыр, олар да жандай адамдарды сендіру үшін, Құдайдан бездіру үшін неше түрлі терминдер ойлап тауып, жандай бүйтіп мына жақтан келіп, дінді сындыратын қылып істейді ғой енді. Сөйтіп дейді, материя жайлы ескі дәстүрлі түсініктерді растворять етіп жібергісі келеді дейді. Бірақ қанша тырысып атса да бәрі болмайды ол дейді, ол жүзеге аспайды дейді. Нағып аспайды дейміз ғой енді біз. Бұл айтады енді соны. Ол қателігі материяны бастапқы нүкте қояды дейді. Яғни начало. Мынау дүние шығу неден басталды? Мынау бәрі манифестация. Қалай оны дүние жайнап, жарқырап, бәрі бір системаға бағынып, бәрі бір ортақ заңмен күшіп кете қалды. Сәл бір жерін бұл мына ғаламның бір заңын бұзатын болсаң, басың бәле қылады. Экосистемада мысалы біле берсең болады. Сен барып жыландарды қырып жіберші, оның артынан қандай тағы бір бәле шығады. Қояндарды қырып жіберші, оның артынан бір бәле келеді. Крысаларды қырып жіберші, мусор жейтіндер құрып кетеді. Өзімен өзі бүйтіп баланста тұрған нәрсені білдіріп аласың. Так. Тура бір материя әуелгі және тұрақты факт сияқты дейді. Бұларға салсаң дейді.
шындап келгенде материя деген қозғалысқан айналайын дейді. Ол тоқтап тұрған зат емес дейді. Ол да жылжып бара жатқан нәрсе дейді. Ол субстанцияның сығылып тұрған өтпелі бір күйі дейді. Яғни субстанция деген, яғни біз сығылып тұрған субстанцияны материя түрінде көре аламыз, бірақ оның астыңғы қатпарында жатқан субстанцияны сезімдермен ұстай алмаймыз дейді. Яғни материя сен көзіңе көрініп тұрған, қолмен ұстап тұрған заттардың бәрі ол бір көзге көрінбейтін вечный движениеде тұрған бір заттың сығылып пресстелген кезінде уже тарс етіп уже көзге көрінетін жағдайға келеді дейді. И то оның өзі вечный движение кетіп бара жатқан дейді. Просто зырмырап бара жатқан заттың несін кедергісін көбейтіп, анан жылдамдығын түсірсең, ол материя болып саған көзге көріне бастайды дейді. Так, шындап келгенде материя деген қозғалыс қана. Ол субстанцияның сығылып тұрған өтпелі бір күйі. Біз сығылып тұрған субстанцияны материя түрінде көре аламыз, бірақ оның астыңғы қатпарында жатқан субстанцияны сезімдермен ұстай алмаймыз. Уже біздің көзіміз өтпейді, құлағымыз өтпейді, мұрын өтпейді, сипап сезу өтпейді, тіл болса да өтпейді. Оған сен микроскопыңды, телескопыңды апарып тағы да сала алмайсың. Себебі микроскопта, телескопта тек материяны көруге негізделген, ол тек бер жақтағы материяны көреді, бірақ сол құбылысты туғызып тұрған ар жағындағы субстанцияны сен көре алмайсың дейді. Жақсы. Так, бірақ материяны туғызып, қозғалтып, оны ойнатып тұрған бір нәрсе бар екенін ақылмен айырамыз дейді. Мынаның ар жағында, значит, бір нәрсе бар. Егер мынаның ар жағында көзге көрінбейтін бір нәрсе мынаны ойнатып тұрмаса, мынау сам по себе жоқтықтан шыға алмайды. Мына артында бірдеңе жалғанып тұр мынау деп ақылмен айып тұрмыз дейді ана жерден. Оны протоматерия дейміз дейді. Протоматерия. Прототип деген сөз осыдан шығады ғой. Яғни материяның алдындағы бір зат. Ол кез келген күйге, түрге, формаға түсе алады дейді. Яғни протоматерия қалаған затқа формаға еніп, болмыс түрінде саған көрінуге қабілетті. Осы протоматерия жердегі тұрмыс тіршілікті тәні мен түрі бар физикалық әлемді түзіп шығады дейді. Міне саған дейді. Так, осы протоматерия жердегі тұрмыс тіршілікті тәні мен түрі бар физикалық әлемді түзіп шығады. Міне осылайша біздің дүние деп аталатын Құдайдың жасап қойған аттракционына қош келдіңіз. Welcome. Осы жерден біз тамашалайтын, көріп, ләззат алатын, шабыттанған кезде өлең шығаратын, картина салатын уже жағдайға келдік. Уже төменгі нүктеге түстік. Так, протоматерияның қасиеті осындай. Бір түрден көп бейнеге оп-оңай өтіп кете алады. Бірақ көнедегі кісілер қазіргі біз сияқты бірін-бірі жұлып жүріп, дүние үшін таласып жатпайтын дейді. Өзі әлі универдегі лекция сияқты екен дейді. Оскорбляешь, қарындас. Университетте бұндай лекция жоқ. Так. Университетте бұндай лекция болатын болса, мен эфирде бүйтіп отырмаймын ғой. Бар университетке барып тыңдап алыңдар деп айта салмайын ба? Ақтер, көктер болсын, күні бойы аударып, неменеге оны айтып отырмыз. Так, бірақ көнедегі кісілер қазіргі біз сияқты бірін-бірі жұлып жүріп, дүние үшін таласып жатпайтын дейді. Оларда барлық болмыстың ең түпкі негізіне терең үңіле алатын ақыл бар еді. Оларда әлемді осылай бақылай алатын рухани хәл бар еді дейді. Яғни бұрынғы адамдардың кез келген болмысқа айналаға зер салған кезінде қазіргі материалистер сияқты рекламаның күшімен сырты жылтыраған брендке айналған заттарға бас салмайды дейді. Міндетті түрде көзіне көрініп тұрған заттың түпкі субстанциясына, түпкі мәніне, логосына үңіледі. Бұны бұлғып тұрған нәрсе. Бұл нақ осындай формада шықты, нақ ол осындай бейнеде тұр. Енді алғаш рет келіп тұрғаннан кейін солай айтады да енді. Так. Бұл хәлдің де түбі періштелік архетиптерден шығады дейді. Яғни адамның бойында егер сол қара сен әр нәрсенің түбін көріп тұратын адамның бойында сонда бір интеллектуалдық бір хәл тұр ғой, сол хәлдің өзінің прототипі бар дейді. Сол сендегі хәлдің өзі қаяқтан шығады, оның алдында бір періштелік архетип болған дейді. Тауып алған қарсы үшін. Яғни
хәл сол сенсің деп айтпайды да. Сенің алдында оның алдында ол басқа бір зат болып тұрған деп отыр. Так, періштелік архетиптердің өз Алланың құдіретті есімдерінен жаралып шығады дейді. Мына енді уже біздің Алланың 99 есімі деген жерге алып келді. Коммент өшіре саласауға дейді. Өшірмеймін. Ішінде нерде анандай нездоровый типтерді блоктап тастағанға жақсы нелерден керек жоқ элементтерден арыламыз қазір. Так. Егер осы философияның дүрбісімен қарасақ дейді, жұмақты қой мен арыстан қатар жайылып жүре береді дегенді түсінуге болады дейді. Онда уже мысалға жұмақта сондай әсіресе свидетель егіп олар көп пайдаланады соны. Бірақ енді олардікі бір адамға бір ақиқат сыйлау, бір адамды бір таза пейілден шығарып, адамды бір азаптан құтқарып, адам бір имандар тайын деген нәрсе емес. Енді түбінде енді оларда көбіне бір саясат, мәдени экспансия жасады. Сондықтан біз олардан қорқып тұрамыз. Бірақ солардан пробудист деген жырларынан осындай нәрсені көп жібереді. Якобы пеште жаңағыдай арыстан қойлар бәрі бірге жүреді. Соны айтып жатыр да, оны былай осы прототиптермен де, протоматериямен де түсіндіруге болады ғой деп жатырмын. Егер мына дүниеге келген кезінде қой, арыстан, қасқыр бір-бірімен қырылып жатса дейді, сен жоғары қарай көтеретін болсаң, оны дейді, протоматерия қарайды. Оның бәрінің сипаттарын бәрі, формаларын бәрі жоқ болып бірігіп кетпей ма деп жатыр. Егер осы философияның дүрбісімен қарасақ, жұмақта қой мен арыстан қатар жайылып жүре береді деген түсінуге болады. Яғни гермафродит прототиптер бір жерге жиналып қалады. Яғни әртүрлі жыныстағылардың жыныс қабілеттерінің бәрі жойылып кетеді, бәрі бір ғана болып соқ болады дейді. Мұны сезімнен үстін шар сияқты домалақ форма десе де жарасады. Домалақ форма шар сияқты деп атқаны, оның не басы жоқ, аяғы жоқ, оның сен доп мысалға бірақ бейнеде көрінеді, оның басы, аяғы, ортасы деп еш жерін көрсете алмайсың дейді. Сондықтан да бәрін жоғары қарай мына әртүрлі формаларға бөлініп шашап тұрған заттардың бәрін кері қарай жоғары қарай айландырып жіберетін болсаң, әуелгі шыққан тегіне онда уахдадул уджуд, онда единство бытия, болмыстың бірлігіне барып кетесің өзі дейді. Ол кезде уже нормально, адамның ақыл қабылдайды. Иә, мына дүниеде біреу қой, біреу арыстан болып, біреу қасқыр болып көрініп тұрса, олар төбе қарай көтерсең, иә, әлбетте олар бәрі бір зат болып қалады. Олардың түрге бөлінуін илахи мүмкіндіктер дейді. Ол мүмкіндіктер Алланың қатал, сұлу, күш, даналық, шаттық сияқты сипаттарына өніп шығады дейді. Яғни арғы жағында ол Алланың осындай сипаттары есімдермен бірге берілген дейді. Сол сипаттары төменге қарап падение ұрған кезінде әртүрлі форма алып, жердің бетін уже аттракцион жасай бастайды. Сонда періштелер Алланың көркем есімдерін шақыстырамай ма, просто періштенің өзі оның алдында басқа бір күйде болған ол деп жатыр ғой. Содан төмен қарап түскен кезде ол да періштелік түрге енеді дейді. Онда періштені төмен қарап түсіріп жіберсең, ол адамның халінен шығады ол. Яғни сіз тазара берсеңіз, қазақтар айтатындай періштедей адам деп айтып жатады ғой. Шынымен де адам сондай бір нәрсе дариды деген ғой. Осы проматериалды күйден кейін барып бүкіл жан-жануар, жәндік пен адамның түр-тұрпаты сомдалды дейді. Яғни төмен қарап тарс Алланың есімдері, қатал, сұлу, күш, даналық деген төменге қарап ұрған кезінде, олардың бәрі келді дан ең төменгі соңғы нүктесіне жеткен кезінде бәрі уже материяға айналды да, жан-жануар, жәндік, инелік, сона, маса, шыбын, көк шыбын, көбелек, тағы кесетке, песетке, қолтырауын болып адамда түрлері шықты уже. Рене Генонның тілімен айтсақ, химиялық қоспаның кемеліне келген кезде сақ етіп аяқ астынан кристалданып шыға келуіне қатты ұқсайды дейді. Яғни кемеліне келген кезде сақ етіп аяқ астынан кристалданып шыға келеді. Химияда да ол бар ғой дейді. Қоспа өзінің кемеліне келгенге дейін, яғни кристалданбай әртүрлі тұра барлық уже несі элементтердің бәрі толысып, өзінің кемеліне келген кезде тақ етіп ана жағы түсініксіз қоймалжың қоспа кристалдан форма алып шыға келеді дейді. Так, демек адам рухани ілімге табан тіреп,
түп бастауға қарай қайта ұмтылғанда осы процесті кері қарай жүріп өтеді дейді. Міне мұның бағандан бері айтып жатқан әңгімесінің түйіні осы жерге келді. Енді қара дейді. Баста біреу болып тұрады ғой өзі дейді. Сол болмыс падение басталды дейді. Төмен қарап құлдырау басталды дейді. Тарс түсіп келе жатыр анау. И ол түскен сайын бүйтіп уже качествосы өзгеріп жатыр. Ең төменгісіне келген кезде мынандай чақ материалдық әлемге түсті ғой енді дейді. Енді бір адам шықса дейді сіздердің араларыңыздан. Демек, адам рухани ілімге табан тіреп, түп бастауға қарай қайта ұмтылғанда, енді мен осыны кері қарай ұратын болсам ше дейді. Жоғары қарай ұмтылсам дейді. Онда осы процесті кері қарай жүріп өтесің дейді. Онда сен көптіктен бірлікке қарай кетесің дейді. Яғни, жоғары қарап көтеріліп, барып шығып кетесің. Сондықтан қазақтардың бірлікке бару үшін ең бірінші өзінің үйін танитыны, өзінің әулетін танитыны, жет атасын танитыны, елін, жұртын сатылап барып көтеріледі ол жоғары қарай. Сосын барып, адамзаттың бәрі бір адамнан тараған екен ғой. Мынаның бәрі түбінде бір болып тұрған екен ғой. Өстеп көтеріле береді. Сондықтан жет атасын білмейтін, қазақтардың тарихын білмейтін, шежірені білуді тек қана рушылдық деп танитын, сосын руың кім, қазақсың ба деп қалсаң, мұсылманмын. Қазақ екендігін айтпай бірден дінін айтып шыға келу, гуманист бола қалу, соның бәрі күмәнмен қарайды, өтірік қой дейді. Неге десе, сен көптіктен бірлікке қарай кетуің керексің ғой, процесс кері қарай айналу керек қой дейді. Енді дәл қазақтарға қатысты айтып отқан жоқ, бірақ мен айтып жатырмын бұның жерде. Шар центр деп аталатын нүктеден бірдей қашықтықтағы нүктелердің жиыны. Шар мінсіз фигура екен ғой дейді. Бір сауатты адам табылды, ойбай. Бұл жолы бұрынғыдай емес, біршама ғылымнан хабар бар, біреу спираль деп қойыпты, ДНК деп жазып қойыпты. Алла. Так. Біреу адам ата Хауана деп жазып қойыпты. Так. Демек, біз кері қарай процесті айналдырамыз дейтін болсақ, онда өзіміздің бала-шағамызға жет ата, әулет, мынау атаң, мынау әжең, мынау нағашың, мынау біздің бажамыздың баласы, мынау сен туған бөлең деп түсіндіруден басталады да, оның бәрі. Бірден мұсылман боламай қалады екенбізді, енді уже қиын болып қалады. Так. Яғни көптіктен бірлікке қарай жұтыла түседі. Хауа ана жаралғасын дейді, алғашқы андрогеннің биполярлы болуы дейді. Яғни әу баста адам ата біреу-ақ болып тұрады ғой дейді. Енді оның өзі биполярлы, уже жынысқа бөлінді дейді. Мынау әйелі Хауаны, мынау адам ата. Сондықтан да бәрі бір заттан жаралған деген философияны ұстап тұру үшін қиссада, аңызда Хауа ананы басқа бір болмыстан шығарып алмайтын себебі сол деп түсіндіретін ғалымдар да бар. Яғни басында тек адам ата бар еді, пеште жүрді дұрыс, пештегі нығметтердің бәрін көрді, анау аңыз бойынша келе жатыр мен қисса. Бірақ бәрібір адам періште емес, оның кірпіштенде болғаннан кейін ода психологияда бар. Яғни әйелімен оңаша отырып шай ішкісі келеді, сырласқысы келеді, талқылағысы келеді. Не үшін біздің әйелдеріміз постоянно үйде бунт жасайды мысалға? Болмаса не үшін біздің еркектер тойдан келгеннен кейін бірден жатып қалмайды? Тойдан тойып келсе де үйге келгеннен кейін түнгі сағат 12 ма бірден келеді қазақтар тойдан. Келеді да шай қойшы, өзіміз отырып тойды талқылап шай ішейікші дейді.
сөйтіп таңғы түнгі сағат 2-ге дейін 3-ге дейін әйел екеуміз әңгіме айтып отырады. Ана пәленшені көрдің ба? Иә. Помнишь, сол алғаш не қылған кезде біз өзінше адам болмайсыңдар, анау мынау деп күліп еді ғой. Қарсы жаңалде келіп енді біздің уже салонда машина алғанымызды, машинадан түскенімізді көріп жүгіріп келіп амандасып отқан. Вообще ұятсыз ғой ше солар. Тек дүниең болса ғана сыйлайды. Пәленшені көрдің ба? Иә. Айтпақшы амандасты ма жаңағыда саған столда келіп? Жоқ, менімен амандасын. Ол да кісі болып кеткен тұғын. Қазір өткенде өзінің баласы андай болып қалып, содан кейін жерге түскені ғой ол. Деп адам өстіп әңгіме айтып отырады.